Бүгінгі үй тапсырмасы 8-ші тапсырма, 125-ші сабақ. Дәптерге қабырғалары 4 см болатын шаршысыз, егер оның қабырғасының ұзындығын 3 см арттырса, 3 см кемітсе, осы шаршының периметрі өзгере ме, қалай ойлайсың? Бастапқы шаршының пішіні өзгере ме дейді. Мінекей, алдымен сызбалайық, мінекей, барлық қабырғалары 4 см. Мінекей, осы шаршы сызбаламыз. Енді осының периметрін тауып көрейікші. Яғни формула бізде периметрі табу үшін шаршыны А көбейту 4. А бізде 4 сантиметрге тең. Демек периметрі табу үшін 4-ке 4-ті көбейтеміз. Периметрі 16 сантиметр. Бұл мына шаршының периметрі. Енді мына бізде айтып тұр. 3 сантиметр арттырса дейді. 3 сантиметр арттырып есептеп көрейікші. Яғни А қосу 3 дейді. А бізде 4 сантиметрге тең. 3 сантиметр арттырса дегеніміз, яғни 4 сантиметр қосу 3 сантиметр тең 7 сантиметр болады. Яғни, мына осындай шаршы шығады. 3 сантиметрге арттырсақ, бізде ұзындықтары 7 сантиметр болатын осындай шаршы шығады. Енді бұның периметрін табу үшін формула бойынша А көбейту 4, яғни 7 сантиметр 4-ке көбейтеміз, периметрі 28 сантиметр болады. Бұл мына шаршының периметрі. Енді бізде келесі 3 сантиметр кемітсе дейді. 3 сантиметр кемітсе деген, мына 3 сантиметрге арттырдық, 3 сантиметр кемітсе дейік. Демек 4 сантиметрде 3 сантиметрді азайтамыз. Мінеке, А азайту 3 сантиметр, Аның орнында бізде 4 сантиметр тұр. 4 сантиметр азайту 3 сантиметр тең 1 сантиметрге тең. Мінеке, 1 сантиметр болатын шаршы бізде осылай. Мінеке, мынау 1 сантиметр болатын шаршы. Енді периметрін табатын болсақ, формулада А көбейту 4, демек 1 сантиметр көбейту 4, периметрі 4 сантиметрге тең. 4 сантиметрге тең, ол мына шаршының периметрі. Енді қараңыздар, сұрақ қойып тұр. Осылай арттырса, кемітсе периметрі өзгере ме дейді. Әрине өзгереді. 3 сантиметрге арттырса, периметрі 28 сантиметр болып тұр, кемітсек периметрі 4 сантиметрге болып тұр. Ал бастапқы шаршының піші өзгере ме дейді. Әрине өзгереді. Суретте өздеріңіз көріп тұрғандай 3 сантиметр арттырсақ, онда бізде шаршының көлемінде үлкейіп тұр. Көрдіңіздер ғой, үлкейіп тұр. Ал 3 сантиметрге кемітсек, бізде шаршының пішіні де кішірейіп тұр екен. Мінекей, 4-ші есепті осылай шығарамыз. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Мен каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Рахмет.